Қазіргі таңда хирургты көрсе халықтың айтатын сөзі қолдарына пышақ салып әйтеуір адамды сойса болды ғой деген түсінік бар. Негізінде хирургтардың қолы қышып отырған жоқ. Адам жетеді, егер операция жасайтын болсақ. Операция жасаған кезде бұрынғыдай кеңес үкіметіндегідей бүйтіп 25-30 сантиметрмен ешкім қабырғаның арасын ашып қабырғаны кесіп операция жасамайды. Қазіргі таңда бізде барлығы тороскопиялық түрде, жалпы халықпен айтатын болсақ, звездный войндағыдай лазермен кесіп алып тастайды. Сіздерге көрсетейін деген мысалға мына жердегі мына кісі өзі темекі шегетін кісі, бронхларының барлығы қарап отырсаңыздар бітеліп қалған. Бронхтар бітелген кезде шырыштың бәрі тұрып қалады ғой. Шырыш тұрып қалған кезде шырыштар осындай іріңдеп кейін онкологияға айналуы мүмкін. Және де сыртынан жаңағы сарысумен қабынған. Бұл кісіге біз операция жасаған кезде онкологияның жаман түрін таптық. Бүгінгі таңда ол кісінің жағдайы жақсы. Және де ол кісі өзінің емін алып, болашаққа өзінің жоспарын құрып жатыр. Егер де созылмалы бронхит жай ғана ауру десеңіз, сіз қателесесіз. Созылмалы бронхиттің түбінде әр созылмалы ауру бір өзінің шарықтау шегіне жетіп жатады.